Серікжан Біләшұлын табалап, жандары сәлде болса, жай тауып қалған біздегі Қытай және Қытай диаспора өкілдеріне айтарым. Сендер тым ерте қуанбаңдар. Өйткені сендер Қытайда емес, Қазақстанда жүрсіңдер. Бұл елде заң басқа. Тәуелсіз Қазақстан зайырлы құқықтық мемлекет. Бұл елде адам құқығы қорғалады. Сөз бостандығы бар. Алайда тәуелсіз қазақ елінің өзінің бағынатын заңы да бар. Шындап келгенде бұл жерде күштінің арты тиермен тартпайды. Сенің Қытайың сияқты жымсыма қулықпен ел басқару деген бұл елде атымен жоқ. Халықаралық адам құқығын қорғаушы деген аты бар Серікжан Біләшұлы ұсталып, уақыттық үйқамақта отыр. Ақ пен қара бұл елде ажырайды. Өйткені қазақ халқы ата заңға бағынады. Тәуелсіз Қазақстанда кім заңнан аттаса, кім заңды сыйламаса, кім заңды белден басса, сол адам тиісті жазасын алады. Ал сендер болсаңдар, Серікжан Біләшұлының қазір отырған жерінен түсірілген 1,5 суретін көре салып, шаруасы бітіпті, үнжұрғасы түсіп кетіпті. Бәсе, ол осал адам. Бұндай жерде ол өзін жоғалтып алады. Ол жеке жерде батыр. Қой деп, бірін айтып, бірін атып жолайсыңдар. Сонда мына біздің елде құрылған Қытай және Қытай диаспора мүшесі болып жүрген қазақтар. Сендердің түп мақсаттарың не? Сендер не үшін қазақ мүддесін қайырып қойып, Қытай мүддесін бірінші орынға қоясыңдар? Қарағым-ау, сен өзі қай елде жүргеніңді білесің бе? Сенің қолыңда Қазақстанның көк паспорты қайдан жүр? Егер сен шынымен Қытай және Қытай диаспора мүшесі болсаң, егерде біз сауатты адам болсақ, сол диаспораның үздік комиссары сен болсаң, сенің ұлтың шынымен Қытай болу керек еді ғой. Бұл жерде не сен, не мен қателесіп жүрміз. Сендер өздеріңнен басқаны түгел оқымаған, тобыр, сауатсыз деп айғайлағанда алдарыңа жан салмайсыңдар. Шынымен сендер оқыған нағыз зиялы болсаңдар, Қазақстан азаматы бола тұра Қытайдың диаспора ұйымында не істеп жүрсіңдер? Сендердің істеп жүргендерің Қазақстан заңнамаларына қайшы деп ойламайсыңдар ма? Сендер ертеме кеш Қазақстанда заңдық жауапқа тартыламыз деп қорықпайсыңдар ма? Болады. Сендер Қытайдың Қазақстандағы консулына арқа сүйейсіңдер. Бірдеңе болса бізді Қытай консул қорғайды деп ойлайсыңдар. Сендердің қазақ елінде Қытай және Қытайлар диаспорасын құрып істеп жатқан жұмыстарыңның бағыт-бағдар не? Біздің білуімізше, сендер Қытай мемлекетінен тысқарыда жүрген, басқа бір елдің азаматтығын алған Қытайлардың және олардың балаларының құқық мүддесін қорғау емес пе? Олай болса, сендер неге әлеуметтік желіде отырып алып, Қытай қазағына қарсы бағыт-бағдармен жүріп жатсыңдар? Қазақ елінің азаматтары Қытай елінде зұлымдық көрген, зардап шеккен туыстарын жоқтаса, оларға неге қарсы боласыңдар? Қытайдың 21 ғасырда өзіндегі өзге ұлттарға жүргізіп жатқан геноцидтік саясатын біреу айтса, неге онымен алысасыңдар? Сендер тәуелсіз Қазақстан елінің азаматтарының басқан ізін аңдып, әлеуметтік желіде оларменен неге сайысасыңдар? Сонда сендер өз жұмыстарыңменен айланыспай, өзгенің ісіне неге киліге бересіңдер? Қазақстанда Қытай және Қытайлар диаспорасы болып алған қазақтар бар екен деп, Қытайдан байырғы отанына оралған қазақтар артында қалған тума туыстарын Қытай қолынан
зардап шегіп, түрмеленіп, ауыр қиындыққа ұшырап жатса, ауыз ашпау керек пе? Серікжан Біләшұлы сендердің жұмыстарың заңсыз екенін беске біледі. Бірақ солай бола тұра сендерді қазбараған жоқ. Ол өз арбасын өз айдады. Алайда сендер әлеуметтік желіде оның жұмысына килігіп, оның қара басына соқтығып, оған ат қойып, айдар тағып, оның ар-намысына тиетін сөздер айтып, азаннан қара кешке дейін, кештен таң сызғанға дейін әңгімелерін Серікжан Біләшұлы болды емес пе? Бірақ сабазда саналы Серікжан Біләшұлы ешбір сөзге қаралауға, даттауға, қорлауға шыдады. Ол бар зейін зердесін Қытайдағы ауыр күйзеліске ұшырап, бұрын соңды болмаған теперішке тап болған 3 миллион қазақтың жағдайын ойлап, ғаламшарға солардың мәселесін көтерді. Серікжан Біләшұлы Қытай билігінің Шинжаңдағы 3 миллион қазаққа жүргізіп отырған зұлымдығын әлемдік деңгейге көтеріп, әшкерлеуменен әлек болса, сендер Серікжанды мұқатуменен әлек болдыңдар. Қазір 21-ші ғасыр. Адамдардың санасы ашық, кімнің қандай тірлікпенен айналысып жатқанын ел толық біледі. Қазақстандағы Қытай және Қытай диаспорасы сендер тым шектен шығып кеттіңдер. Сендер Қытайдың ұлттық мүддесін қорғаймыз деп жүріп, қазақтың ұлттық мүддесіне зияндарын тигізіп отырғандарыңды өздерің білесіңдер ме? Сондықтан мен сендерге айтайын. Шаңыраққа қараңдар. Алдар көсе сияқты бойларыңды екі түрлі бояуменен бояп алып, екі жаққа екі түрлі көрінем деп жүріп, шын перделеріңді халық алдында ашып алдыңдар. Сондықтан бұдан кейін бұл жұмыстарың заңды жолмен жүрсін десеңдер, өз істеріңді Қазақстанда емес, Қытай елінде жалғастырғандарың жөн сияқты. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 40 06.